Грильде піскен ерекше салат дайындаймыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецептер бөлісемін. Тауықтың төс етін жұқалап осылай пластинка етіп тұрап, ыдысқа саламыз. Тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап араластырып мариновка жасап қоямыз. Орташа көлемді бір баклажан және кәдені дәл осы көріністе жұқа етіп тұраймыз. Орташа жұқа етіп тұрасаңыздар, пісуге де оңай болады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тұз, паприка және сұйық май салып, жақсылап бұны да араластырып қоямыз. Орташа көлемді қызыл болгар бұрышын да дәл осы көрсетілгендей етіп ірілеп турап аламыз. Енді арнайы гриль сковородкада дәл осылай тауықтың төс еттерін қызартырып қуырып аламыз. Пісіп шыққаннан соң дәл сол майға қызыл болгар бұрышымызды салып, жартылай шала қуырып аламыз. Ең соңында дәл осы майға кәде мен баклажанды екі жағын қызартырып қуырып алғаннан соң бөлек ыдысқа барлығын жинаймыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін сарымсақ, помидор және шпинат салып, соусымызды үстінен құйып аламыз. Ал соусқа келсек, 2 ас қасық терияки соус, 1 ас қасық соевый соус және сұйық майды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл ерекше дәмді салаттың рецептін жай ғана сақтап алмай, міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды қуантыңыз. Сәлем қыздар, қазір өте дәмді қытырлақ болып шығатын Наполеон тортын дайындаймыз. 800 грамм ұнға 400 грамм сары майды салып, жақсылап араластырып крошка дайындаймыз. 350 грамм салқын суға 2 жұмыртқаның тек қана сарысын саламыз және 1 шай қасықта тұз саламыз және 1 ас қасық лимон шырынын салып, жақсылап араластырып, енді дайындап алған крошканы үстінен құямыз және жеңіл әрекеттермен араластырамыз. Өте қатты тынық болғанша араластыру қажет емес, жеңіл араластырып, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Салқындаған қамырларды 10 бөлшекке бөліп алып, дәл осылай қалап жайып аламыз. Енді торттың формасымен не болмаса табанның крышкасымен осылай із түсіріп кесіп аламыз. Артық жерлерін алып тастаймыз және нығыздап холодильникке салып қойып, оны да жайып жайып жіберсеңіздер болады. Қамырды пешке салар бұрын осылай вилкамен тесіп аламыз және қызып тұрған пеште қызарғанша 180 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді кремді дайындау үшін бөлме температурасындағы сары майды миксермен 5 минуттай шайқаймыз. Үстінен бөлме температурасындағы қойытылған сүтті салып, тағы да 1-2 минут шайқаймыз. Көп шайқауға болмайды. енді торттарымызды әр көштің арасына дайындап алған кремнен 3 ас қасықтан салып жинап аламыз. Өзіме қытырлап тұратын Наполеон торты ұнайды. Егер сіздер жұмсақ түрін қаласаңыздар, қайнатпалы креммен дайындасаңыздар болады. Бір кождан арттырып алып қалып, скалкамен осылай езіп, торттың бетін сәндеп алдым. Қалаған түрдегі жемістермен сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қажетті заттардың барлығын төменде жазып қалдырдым. Дәл осы рецептпен жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Үлкен отбасыға шайға ұсынуға арналған және ешқандай форманы қажет етпейтін пайдалы баклава дайындаймыз. 375 грамм ұнға бөлме жылуында тұрған 180 грамм сары майды салып, қопсытқыш және тұзбен бірге араластырып крошка дайындаймыз. Енді 20%-да 150 грамм сметана және 3 жұмыртқаның тек қана сарысы 2 ас қасық шекермен бірге араластырып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп тындырамыз. Тынып алған қамырдың біреуін жайып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Салмасын дайындау үшін грек жаңғағын дәл осылай измельчителмен жақсылап езіп аламыз. Үстінен 4 жұмыртқаның тек қана ағын және шекер салып, жақсылап араластырамыз. Қалауыңызға қарай жібітіп алынған мейіздерден салып араластырып алсаңыз болады. Қалған 2 қамырымызды да дәл осылай жұқалап жайып, ішінен салмасын саламыз және пісіріп алған қамырымыздың біреуін ортасынан салып, тағы да салмасын салып, үшінші қамырды үстіне жабамыз және жақсылап бекітіп аламыз. Беті жылтырап әдемі болып пісіп шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызға қарай қалаған дәнді дақылдармен бетін сәндейміз және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай қып-қызыл болғанға дейін пісіріп аламыз. Пешке салардың алдында беткі жағын дәл осылай жеңіл ғана кесіп алсаңыз, пахлавалар бір көлемде әдемі болып пісетін болады. Пісіп шыққан ыстық пахлавамыздың үстінен сироп не болмаса қызып тұрған балды құйып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Жаздың ыстық күндерінде керемет үйлесімді салқын, шапталы қосылған чизкейк дайындаймыз. Турап алынған сабдалыларымызға шекер және корица салып, қызып тұрған пешке жібереміз. Өзіңіз ең жақсы көрген печенье түрлерінен дәл осылай езіп алып, сары маймен жақсылап араластырамыз. Бір-біріне бірігетін болғаннан соң формаға салып, дәл осылай престейміз және холодильникке жібереміз. Енді сүзбелі ірімшікке шекер, жұмыртқа салып жақсылап миксермен шайқаймыз. Біркелкі болғаннан соң кукурузды крахмал және сливкиімізді қойып жақсылап араластырамыз. Арасына дайын болған шабдалылардан дәл осылай теріп алып, үстінен тағы да массамызды құйып тегістейміз және қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пісіп шыққан чизкейкімізді толықтай бөлме жылуында суытамыз және холодильникке 1 күнге қалдырамыз. Сіздерге тағы да түсінікті болсын деп толықтай рецепті төменде жазып қалдырдым. Бұл видеоны чизкейкті қатты жақсы көретін және бірге жегіңіз келген жақыныңызға жіберуді ұмытпаңыз.
Жазғы дәрумендерге бай өте дәмді салатты бірге дайындайық. Каналыма тіркеліп алыңыз, ерекше рецептер бөлісемін. Ұзынша етіп туралған қызыл және көк болгар бұрышы, помидор және қиярды да дәл солай көлемде турап, қайнатып суытылған және турап алынған етімізді, көкөністерді және сарымсақты езіп саламыз. Енді үстіне дәмдеуіштерден кориандр, қара бұрыш, 2 ас қасық паприка және тәбетіңізге қарай тұз және кристалды тұз салсаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңызға қарай. Жоғары отта қыздырып алған майымызды бірден дәмдеуіштердің үстіне осылай құйып шығамыз. Майды қыздырып қойған себебі дәмдеуіштер одан әрі салатымызда ерекше дәм беретін болады. Енді 2 ас қасық соя және 1 шай қасықта сірке суын қосып, жақсылап араластырамыз және салатымызды дастарханға ұсынамыз. Бұл рецеппен булочкалар сіз күткеннен де нәзік әрі өте дәмді болып шығады. Ендеше бірге дайындап көрейік. Жылы сүт пен суымызға құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып, жұмыртқаның ағын, ашытқы және сұйық маймен ұнды салып, жоп-жұмсақ қамыр дайындаймыз. Мөлшерлердің барлығын төменде жазып қалдырдым. Қамырымыз көтеріліп шыққаннан соң теңдей төртке бөліп тындырып аламыз. Тынғаннан соң әр қайсысын жұқалап жаямыз, арасына жұқалап май жағып, дәл осылай төртке бөлеміз және көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Қалаған түрде өздеріңіз ұнатқан тәсілмен түйіп алсаңыздар болады. Бұл булочкалардың басты құпиясы 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып тындырып қоясыздар. Солай ол көтеріліп шыққаннан соң ортасына оқтаумен із қалдырамыз және өзіңіз ұнатқан түрдегі джеммен ортасын толтырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста бетіне жұмыртқаның тек қана сарысын жағып, қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Ешқашан булочкаларды түйіп болғаннан соң бірден пешке салмаңыз. Міндетті түрде 1 сағатта бөлме жылуында бетін жауып қалдыру қажет. Дәл осы рецеппен әзірленген барлық булочкалар ауызда еритіндей жұмсақ болып шығады. Видеоға лайк басып сақтап, міндетті түрде әзірлеп көріңіз. Сіз әлі де картопты баяғы тәсілде қорып жүрген болсаңыз, тез етіп дәл осы рецептке ауыстырыңыз. Себебі өте дәмді болып шыққандықтан керемет алғыстар естисіз. Кіші көлемде турап алынған картопымызға тұз салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған майымызға салып, қызартырып, орташа отта қуырамыз. Картопымыз толықтай пісіп шығуы қажет. Тағы да табамызға май құйып, қызығаннан соң пиязды салып, жартылай қызартырамыз. Орташа майлы фаршты таңдасаңыздар өте дәмді болады. Фаршымызды 10 минуттай қорғаннан соң барлық дәмдеуіштерін және томат пастасын салып араластырып, аздаған су құйып 15 минуттай бұқтырып пісіреміз. Тағамға керемет дәм беретін соус дайындаймыз. Өзіңіз ең жақсы көрген сметана түріне тұз және сарымсақты езіп салып араластырып, қуырылған картоптың үстінен құямыз және пісіп дайын болған етімізді де үстінен теріп дастарханға ұсынамыз. Өте оңай дайындалатын кешкі ас дайындаймыз. Қызып тұрған майда асшаяндарымыздың екі жағын қызартырып аламыз және дәл сол майда пияз бен сарымсақты араластырып, үстінен қызанақ, қызыл болгар бұрышы және көкөністер мен дәмдеуіштерді салып, өзіңіз қалаған пайыздағы кілегейді қойып, үстінен қуырылған асшаяндарымызды саламыз. Бір қайнап шыққаннан соң дайын қайнатып алынған макарон өнімдердің үстінен құямыз және дастарханға ұсынамыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін лайк басып сақтап алыңыз. Дәмдердің ғажайып үйлесімі мен тропикалық хош иістерге толы том-ям тағамын бірге әзірлейік. Алдымен қазанымызға майымызды құйып қыздырамыз. Қызғаннан соң ұсақтап тұрылған тауықтың төс етін салып 3 минуттай қуырамыз. Ұсақталған пиязды да салып жақсылап 1-2 араластырып, шампиньондарымызды салып 3 минуттай қуырамыз. Енді арнайы том-ям тағамына арналған пастадан 1 ас қасық салып жақсылап қуырамыз. Бұл пастаны 1 рет алып қойсаңыздар, 5-6 рет том-ям тағамын әзірлеуге жетеді. Енді ерекше нәзіктік беретін кокос сүтінен қолданамыз. Қалауларыңызға қарай сливке қолдансаңыздар да болады. Сақталған сарымсақ және қалауларыңызға қарай қалаған мөлшерде креветка қосаңыздар болады. Ірі көлемде туралған помидор салып, лаймен бірге 10-15 минуттай қайнатамыз және дастарханға ұсынамыз. Бұл тағамның басты ингредиенті көбіміздің ас үйімізден сирек кездеседі, бірақ дәмі тіл үйіретіндей. Ал дайындау тіптен оңай. Қазанға сүйекті еттерімізді салып, сумен бірге бір қайнатамыз және ол суды төгіп тастап, таза су құямыз. Үстінен туралған пияз, дәміне қарай тұз, лавр жапырағы, помидор және жібітілген ноқат саламыз. Ірілеп туралған сәбізді де салып, отқа қойып қайнатамыз. Артық көбіктерін алып тастап, өзіңіз ұнатқан сорпаға арналған дәмдеуіш түрінен салып, 2 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Тамағымыз дайын болуына 20 минуттай қалғанда картоп мен болгар бұрышын салып, баяу отта қайнатып, пісіп шыққаннан соң дастарханға сәндеп ұсынамыз. Міндетті түрде дәл осы сорпаны әзірлеп көріңіздер. Дәмі ерекше әрі өте дәмді болып шығады. Керемет дәмді түскі ас дайындаймыз. Қызып тұрған майда тауықтың төс етін қызартырып қуырып, пияз салып 15 минуттай бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка және томат пастасын салып, сарымсақты да теркадан өткіземіз және аздаған су құйып, кілегейді де ұмытпаймыз. Араластырып 5 минуттай бетін жауып бұқтырып пісіреміз. Гарнирді қалауларыңызға қарай дайындасаңыздар болады. Мен пиязды және көкөністердің барлығын майда қызартырып қуырдым. Үстінен күріш және тұзын салып, аздаған сумен бұқтырып пісіріп алдым. Өзіңіз ұнатқан түрдегі гарнирді дайындап дастарханға ұсынсаңыздар болады. Лайк басып каналға тіркеліп
алыңыз, ерекше рецепттер бөлісемін.